Енді тегін болады. Ассалаумағалейкум армағаза арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ескі жаңалықтарды алғашқылар қатарында біліп тұрғыңыз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаңыз. Ал онда біз бастадық. Алматыда тегін 12 мұзды аймақ ашылады. 1 желтоқсаннан бастап Алматыда 12 ашық мұз айдыны ашылады. Барлық ниет білдірушілер қаланың әртүрлі аудандарында орналасқан алаңдарда мұзда сырғанай алады деп хабарлайды mavarsaget.kz тілшісі. Мұз айдындарының мекен жайлары: Республика сарайының алдындағы Абай алаңы, Хайлук арена, сонымен қоса 22 патрульдік саябақ, Тұңғыш президент саябағы, Наурызбай әкімдігінің алдындағы алаң, КБТУ тұрағы, Артиоджа станциясы, сонымен қоса Көкжиек ықшамдауышына, Гүлдер саябағы, Алматы арена, номер 6 оқушылар үйі, сонымен қоса Мүсірепов атындағы БЖТ алаңы. Алматыдағы әлеуметтік жебелердің хабарларынша, мұз айдындарының ауданы 500-ден 1900 метр квадратқа дейін, ал маусымдық нөсі 3000-нан астам адамды қабылдай алады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламаттықта жүздескенше.